Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен сымбат самат. Бүгін біздер 6 сыныптың English Plus кітабы бойынша 1 юнитінің 8-9 бетіндегі тапсырмаларына талдау жасаймыз. Бізде бүгінгі тақырып free time. Vocabulary free time деп тұр. I can talk about my class hobbies and interests. Мен өзімнің сыныбымның хоббиі және қызығушылықтары туралы айта аламын дейді. Яғни бүгінгі сабақтан кейін біз осындай дүниелерді айтып үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Match the words in the box with photos 1 to 12 on page 9, then listen and check дейді. Яғни мына бокста берілген сөздерді біз 9 бетте 1-ден 12-ге дейін цифрланған суреттермен сәйкестендіруіміз керек. Міне осындай 12-ге дейін цифрланған 12 сурет берілген. Қазір мен үлкейтіп көрсетіп, бокстағы сөздерді пайдаланып сәйкестендіретін боламын. Оң жақ жоғары бұрышқа бокстағы сөздерді әкеліп қойдым. Ендеше қазір бірге табамыз. Мысалында біріншісі photography деп уже көрсетіліп тұр, яғни суретке түсіру. Бірінші суретке қарасақ, мысалы суретке түсіргені көрініп тұр. Екінші суретке қараймыз, екі қыз бір-бірімен сөйлесіп тұр, демек meeting friends, достармен кездесу. Үшінші суретте велосипед теуіп бара жатқан бала, демек ол жерде болады cycling. Төртінші музыка тыңдап жатыр, наушниктармен. Онда ол әрине сәйкесінше music болады. Ал бесіншісі күресіп жатыр, демек martial arts, күресу, жекпе-жек күресі. Келесіде бізде 6-шы суретке назар аударатын болсақ, кітап оқып отырған баланы көреміз. Демек 6 books кітаптар болады. 7 теледидар қарап отырған балалар, демек watching TV. 8-ші суретте ойын ойнап отырған қыз, демек 8 бізде computer games. 9-да интернетпен сөйлесіп отыр, интернетте достарымен сөйлесіп отыр, chatting on the internet болады 9. 10-ші сурет sport, 11-ші сурет салып отыр, демек art, ал 12-ші сурет animals, жануарлар болады. Осымен 9-ші беттегі суреттердің көмегімен біз бірінші тапсырмамызды орындап алдық. Енді екінші тапсырма. Work in pairs, do our interests, our future questionnaire on page 9. Is the key correct for you? Яғни осы 9-ші бетте бізде questionnaire, яғни анкета берілген. Our interests, our future деген біздің қызығушылықтарымыз, біздің болашағымыз деген сөз. Осындай тақырыпта анкета берілген, соны орындауымыз керек. Анкетаны орындап болғанда, яғни жүріп жаңа жолмен келіп анкетаны орындап болғанда, сенің қандай адам екеніңді айтады, сол саған дұрыс па дейді. Мына жерде is the key correct for you деген, сол саған сәйкес келіп тұрма дейді. Ендеше анкетаға назар аударайық. Мына жерде what are your and your classmates interests? Сенің және сенің сыныптастарының қызығушылығы қандай? And what's your future? Және сенің болашағың қандай? Choose the best answers and follow the arrows. Мына өзіңе сәйкес келетін таңдап, сұраққа жауап беріп, сәйкес келетін таңдап, сол стрелка бойынша жүреміз. Сол кезде біздің қандай адам екеніміз шығады. Мысалы, are you into? Мына жерде бірінші дөңгелекте meeting friends және chatting on the internet деген екі сөз берілген, Қайсын таңдайсың? Егер саған meeting friends ұнайтын болса, онда сол стрелка бойынша көрші дөңгелекке жүресің, оң жақта тұрған. Жоқ, саған chatting on the internet, яғни интернетте достармен сөйлескен ұнайтын болса, онда төменге қарай жүресің. Мен өзім мысалымда орындап шығайын. Біріншісінде мен chatting on the internet таңдаймын. Төменге түсем, төмендегі дөңгелекшеде photography маған ұнайды. Келесі оң жақтағы дөңгелекке өтем. Music ұнайды. Төменге түсем. Books and the comics ұнайды. Ол төменге түсіреді. Сол кезде менде мынандай сөз шығады. You are creative and clever. Сен шығармашыл және ақылдысың дейді. Маған келіседі, маған сәйкес келеді деп ойлаймын. Келесі тапсырма бізде 3-ші тапсырма. Study the key phrases, then listen to 6 sentences. Which key phrases do you hear? Кілтті фразалар берілген, кілтті сөз тіркестері. Соларды оқимыз. Және аудиода мұнда 6 сөйлем қосылады. Соның ішінде қайсысы, осы сөздердің қайсысын естідім, соны белгілеу керек. Менде өкінішке орай аудио жоқ. Сондықтан бұл тапсырманы сіздерге орындап бере алмаймын, бірақ мен қазір мына кілтті сөздерді
оқып сіздерге аударып беремін. I really like, мен шынымен жақсы көремін. I love, мен жақсы көремін. I'm into, маған ұнайды, мен таңдаймын деген сияқты. I'm interested in, мен қызығамын. I like, мен ұнатамын. I really hate, мен шынымен жек көремін. I'm not into, қызықпаймын. I'm not interested in, тоже қызықпаймын. I don't like, маған ұнамайды. Келесі 4-ші тапсырма. Look at the key phrases. Which phrases are positive and which are negative? Осы кілтті фразалар қайсысы болымды және қайсысы болымсыз екен табуымыз керек. Мысал ретінде I really like positive деп жазып қойған, яғни маған шынымен ұнайды деген ол болымды, ал басқаларын қазір мен бөліп сізге 2 бағанға жазып көрсетемін. Келесі бізде 5-ші тапсырма. Complete the table with the words in exercise 1. Add one more word to each list. Кестені аяқтауымыз керек. Кесте бізде 4 бағанға бөлінген. I really like, мен шынымен ұнатамын. I like, мен ұнатамын. I don't like, мен ұнатпаймын. I really hate, шынымен жек көремін. Осы 4 бағанға біз мына 1-ші тапсырмадағы бокстағы сөздерді таңдап қоюымыз керек, өзіміздің таңдауымызға байланысты. Әр бағанда кем дегенде бір сөз болу керек. Мен 1-ші бағандағы I really like, мен шынымен ұнатамын деген бағанға music және meeting friends, музыка және достармен кездесу деген сөздерді қойдым. 2-ші I like деген бағанда books және watching TV, кітаптар және теледидар қарау. I don't like, мен ұнатпаймын деген бағанда computer games. Және соңғы 4-ші I really hate, мен шынымен жек көремін деген бағында martial arts, жекпе-жек күрес. Соңғы 6-ші тапсырма. Talk about your interests in a small group. Use the key phrases and your answers to exercise 5, then write 6 sentences. Өзіміздің кілтті сөздерімізді және 5-ші тапсырмаға берген жауаптарымызды пайдаланып отырып 6 сөйлем жазып шығуымыз керек. Мысалы, мен спортты ұнатамын, немесе мен компьютер геймдарын мүлде ұнатпаймын деген сияқты 6 сөйлем шығу керек. Мен осындай сөйлемдер жаздым. I really like music. I'm not into computer games. I really hate martial art. I like sport. I'm into meeting friends. I love cycling. Сіз өздеріңіздің мысалыңызда жазсаңыздар болады. Оған 3-ші тапсырмада берілген кілтті сөздерді және 1-ші тапсырмада берілген 12 сөзді пайдалансаңыздар болады. Мына бокстағы тапсырманы оқиық. Finished. Write 5 sentences about classmates, then read them to the class. Can they guess who they are? Дейді. Яғни, егер аяқтаған болсаңыз, онда қасыңыздағы жұбыңыздың немесе басқа да бір сыныптасыңыздың сөйлеміне қарап, жазған сөйлеміне қарап, ол деп 3-ші жақта айтуымыз керек. Мысалы, егер сіздің қасыңызда отырған жұбыңыз былай деп жазған болса, I like cycling деп жазған болса, онда сіз 3-ші жақта she қыз болса, егер ұл болса he деп like cycling дейсіз. Сөйтіп сіз 5 сөйлем жазып шығуыңыз керек. Мысалы, ол мынаны ұнатады, ол мынаны ұнатпайды деген сияқты 5 сөйлем. Бірақ кім екенін айтпайсыз. Сол сөйлемді оқығаннан кейін сіздің сыныптастарыңыз бұл кім екенін табу керек. Осымен біздің 8-ші және 9-ші беттегі тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі кездескенше.